Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте керемет дәмді булочкидің рецептімен бөлісетін боламын. Каналға тіркеліп, видеоны соңына дейін қарап, қоңырау белгісін баса кетіңіз. Алдын ала құрғақ ыдысымызға 1 кесе жылы суымызды құямыз. 1 кесе сүт керек болады, яғни 2 ас қасы қант салатын боламыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Дрожжа саламыз, яғни ашытқы. Бөлме температурасында тұрған маргаринімізді қолданатын боламыз. Осылайша алдын ала електен өткізіп алған ұнымызды салатын боламыз. Ұн 3 кесе қостым. Осылайша қолымызбен жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қамырымызды дайындап илеп алды. Енді бізге бетін жабып, яғни жылы жерге орап қоятын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз жұмсақ болып, көтеріліп, әдемі болып шықты. Енді біз қамырымызды зуала жасаймыз. 2-ге бөлеміз. 2 зуала шықты, яғни зуаламызды жасап, біреуін шетірекке қоямыз, екіншісін, яғни қамырымызды осылай қолымызбен басып аламыз. Оқтауымызбен, яғни ұн шашпастан отырып жайып алатын боламыз. Осылай барлық жерін бір текіс етіп жайып аламыз. Жұқаратып жаймаңыздар. Осылайша орташа көлемде жайсаңыздар болады. Барлық жерін бір текіс қылып жайып алатын боламын. Осылайша қамырымызды кесетін боламыз. Қолымызбен осылай думалақтап шығатын боламыз. Осылай мейіз қолдандым. Сізде үйде қандай фрукти бар болса, сухой фруктиді қолдансаңыздар болады. Екіншісін көрсететін боламын. Осылайша думалатып шығамыз. Оңай әрі тез жасалатын булочкилердің бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бірінші осылай мейізімізді қойып шығамыз. Сосын шетінен осылай думалатып шығатын боламыз. Осылайша барлығын листімізге жайғастырып алдым. Енді біз бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығатын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай барлығын жағып алдық. Енді біз бетіне мак шашып шығамыз. Осылайша магымызды шашып шығып, духовкамызға 180 градуста 15 минутта пісіп шығады. Тез әрі оңай жасалатын булочкидің бірі. Жасап көріңіздер. Көрінісі де әдемі болып шығады. Осылайша енді духовкамызға салып алатын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай дайын болып пісіп шықты. Өте керемет, дәмі де әдемі болып шықты. Достар, егер видеоны ұнаса лайк басып, комментарий жазып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Менің каналымның дамуына өз үлесіңізді қоса кетіңіз. Видеоның соңына дейін қарағаныңыз үшін рахмет. Келесі видеода көріскенше